Құрметті көрермендер, бүгін біз Оттегі фильм тұсаукесеріне келіп отырып, бұл киноға қандай актерлер және қандай қонақтар келгенін бірге тамашалаймыз. Бізде осындай жанрдың түсірілген киноны көрермендер қалай қарсы алады деп ойлайсыз? Ерекше жанр ғой, үйренеді ғой, үйрену керек, даму керек кино. Біз сен өз қаражатымызға емдеп айтқам, негізінде жақсы болды. Осындай жанрдағы кино, меніңше драма, комедия аралас, тек қана комедия емес, жалпы комедияға қарсы емеспін. Мен жалпы ешкімге қарсы емеспін. Бірақ өзіме қызық болып тұр, сондай бір күту сезімі не болады екен, қалай болады екен деген сияқты. Эмоция жылау. қалай білмейсің. Адыңыз ба кинода? Жылайтын моменті біреу ғана емес. болады ғой. Действительно, енді ғой енді. Сөзім. Очоуда осы комедия рөлінде ойнайтын көп білеміз. Осы рөлді ол алып шыға ала ма деп ойлайсыз? Және халық қабылдай ала ма ондай? Очаудың шеберлігі өте мықты ғой, сондықтан да бұл жанрды алып шығады және екінші киносы түсірді деп ойладым өзім. Очоуды біз көбінесе комедияда көреміз. Көрермендер осы рөлде қабылдай алады деп ойлайсыз ба? Мен енді кинокритик емеспін, бұл саланың маманы емеспін. Өзім көрермен ретінде Очоу болсын, Қайрат Әділгерей болсын, жалпы осы комедияда өте қарқынды дамып келе жатқан актерларға ризамын. Олар талантты, мен айтамын, талантты адам барлық жанрда, барлық жерде талантты.